Бүгінгі анатомды ауруларды жалғастыратын боламыз. Енді шершевский термин туралы сөйлесетін боламыз. Ең бірінші бұлардың кариотипін жазып үйренейік. Кариотипі К деп қысқарта саламын. Бұл жақта бізде 45, яғни моносомия X, одан кейін 0. Одан кейін білу керек нәрсе, бұлмен тек қана әйел адамдар ауыратын болады. Енді бұлардың жіктеріне келейік. Этиологиясы ретінде геномды мутация, одан кейін анеуплоидия, одан кейін моносомия. Себебі көріп тұрғандай бір хромосомаға кем болып тұр қаптыдан. Моносомия. Қазір нақтан қатегет қалды. Моносомия. Енді бұлардың зерттеу әдісі. Зерттеу әдісі ретінде жаңағы жыныс хроматинін экспресс анықтау. Одан кейін екіншісі цитогенетикалық әдіс. Цитогенетикалық. Оның ішіндегі болады кариотиптеу. Патогенезі. Бұлардың бізде патогенезі жатады. Именно жыныс хромосомаларын миоз кезіндегі дұрыс ажырамауынан. Бұл енді қалай? Қазір нақта механизм сызған кезде барлығы түсінікті болады. Енді мұны қарайық. Мынау бізде әйелдің жыныс жасушасы. Нақта, мына әйел жыныс жасушасы. Ал мынау еркек жыныс жасушасы. Еркек. Енді бұлар ең басында миозға бөлінбей тұрып, екеуінде де 46 хромосомадан болады. Мына 44, мынау 45-ші, және де мынау 46-шы. Ал мына жақта тоже 44, мынау 45-ші, мынау бізде болады 46-шы. Енді бұлар бізде бірінші миоз кезінде бөлінді деп елестетейік. Енді бұл жақта аутосомды хромосомалар дәл екіге бөлінді, ал жыныс хромосомалар мына жаққа бір жыныс хромосомасы артық кетіп қалды деп елестетейік, ал мына жаққа мүлдем бармады. Яғни 0 деп жазамын. Ал мынау еркектің жыныс жасушасы бірінші миоз бөлінуінде дұрыс бөлінді деп қарастырайық. 22 X 22 Y. Енді бұлар бізде бір-бірімен қосылды дейік. Яғни зигота түзілген кезде бұлар бізде қалай қосылады? Мына жақта болады 44, бұдан кейін XX. Енді мынауымыз мынамен қосты дейік. Сөзге болады 44 X Y. Одан кейін енді мынаумен қосылады. Сонда 44 X, одан кейін 0. Одан кейін мынаумен қосылады. 44 X, одан кейін яқта болады 0. Енді осы зиготалардың әрқайсының қорытындысын жазып кетейік. Яғни кариотиптерін. Мынау бізде жалпы 47 хромосома, содағы жыныс хромосом үшеу XXX. Ал мына жақта тоже 47. Жақта болады XXY. Мына жақта болады 45 X0. Мына жақта бізде болады 45
Ой, мына жақта қате кетіп қалыпты. Мына жақта y болады. Бұл жақта болады y0. Мынау бізде бірден бұндай каротиптегі адамдар туылмайды. Сол үшін бұл бізде летальды жағдайға жатады. Летальды. Ал мынау көріп тұрғандай, бұл бізде Шершевский тернер. Шыты. Ал мынауымыз бұл каротип Клайнфельдтерға дәл келеді. Klein деп жазып қояйын. Ал мынау біздегі X трисомиясының каротипіне дәл келеді. Енді осы Шершевский тернердің есептете қалай беріледі, және де оны Шершевский тернерден қалай анықтауға болатыны туралы сөйлесетін боламыз. Ол үшін біз мынау клиникалық көріністерін білуіміз керек. Әрине, бұлардың клиникалық көріністері өте көп. Мен осы ең негізгілерін айтқым келіп жатыр. Әрине, ол жақта бізде мысалы былай каротипін беру мүмкін. И одан кейін диагноз қойды айтса, онда әрине бірден Шершевский тернер деген атты диагнозды қоятын боламыз. Енді қандай клиникалық көріністері ең жиі кездеседі? Ең бірінші, бұлардың бойлары қысқа болады. Бойы қысқа болады. Одан кейін бұлардың көкіректері бұлардың көкіректері қалқан тәріздес болады. Одан кейін мойындарында қанат тәріздес қатпарлар болады. Ал қалған клиникалық көріністерін конспектеден оқи аласыздар.